Түріктер ежелден Алтайды мекендеген жұрт. Ежелгі ғұндардың Ашина тайпасынан құрылып, түрік деген атау алған. Ашина тайпасы 6 ғасырдың ортасына дейін жужандардың қол астында болды. Алайда 545 жылы Бумын бастаған түрік тайпалар одағы Ұлы Түрік қағандығының негізін қалайды. Ұлы Түрік қағанаты батыста Днепрден, шығыстағы Амурға, солтүстікте Енисейден Тибет қыраттарына дейінгі аралықтағы орасан зор аймақты мекендейтін халықтарды біріктірген алғашқы ірі мемлекет болды. Бумын 545 жылы алғаш рет қытайлармен жеке мәмілегерлік қатынас орнатады. Бұл дәуірде солтүстік Қытай, шығыс Вэй, батыс Вэй патшалықтарына бөлініп, өзара соғысып жатқан болады. Шығыс Вэй империясы Жужан және Тоғон хандығымен одақтасып, батыс Вэй империясын қатты қыспаққа алады. 545 жылы батыс Вэй достық қатынас жасау үшін түрік билеушісіне елшілік жібереді. Халқының ырқына көнген Бумын өздеріне билік ететін Жужан ханның дұшпанымен қатынас орнатып, батыс Вэй астанасы Чаннанға елшілік аттандырады. Сонымен қатар түріктер жужандарға темір қорытып беруді жалғастыра берді. Біртіндеп күшейіп алған Бумын 546 жылы өзінің қожайыны Жужан ханы Анағұйға қарсы соғысқан 50 мың ұйғырларды талқандап өзіне қосып алады. Осы жылы телеуіттердің жужандарға қарсы жорыққа шыққан 50 мың атты әскері Бумын әскеріне күтпеген жерден жолығып қалып, амалсыздан олардың қол астына өтеді. Енді ол жужандардан тәуелсіздік алу үшін соғыс бастауға сылтау іздейді. Анағұйға қызын өзіне беруді сұрап елші жібереді. Бұған Жужан ханы қатты намыстанып, ашулы жауап қайтарады. Бұл соғыстың басталуына таптырмас сылтау еді. 551 жылы Бумын Қытайдың батыс Вэй патшалығының ханшайымын алады. Осы жылы Бумын қаған титулын иеленіп, түрік тайпаларын бір мемлекетке біріктіреді. Сол жылы қыста жорыққа аттанып, Жужан хандығына күйрете соққы береді. Бумын Илхан немесе Елхан лауазымын иеленеді. Бірақ ол 552 жылдың аяғында қайтыс болады. Тақты оның баласы Қара Ыссық қаған иеленеді. Ол қарсыласуын тоқтатпай отырған жужандарды тағы да жеңеді. Көп ұзамай Қара Ыссық қаған қайтыс болып, 553 жылы таққа Бумынның баласы Мұқан қаған отырып, түрік бірлестігін империяға айналдырады. Мұқан қаған жужандармен соғысты аяқтап, Сары теңізге дейін жетеді. 556 жылы Қытай мен түріктердің біріккен әскері Тоғондар еліне шапқыншылық жасайды. Ал оның інісі Естемір орталық Азия, Жетісу және Хорезмді бағындырып Аралға дейін жетеді. Көп ұзамай түріктерге хазарлардың қалдықтары, бұлғарлар, қидандар және соғдылар бағынады. Осылайша Ұлы Түрік империясы құрылады. Бумынның інісі Істемі қаған батыс жорығын басқарып, орасан үлкен аймақтарды жаулайды. Ағасы өлген соң Жабғу лауазымын иеленеді және Бумынның баласы Мұқан қағанның бұйрығымен қағандықтың батыс шекарасын күзетеді. Түріктер 1,5 жылда бүкіл орталық Қазақстанды, Жетісу мен Хорезмді бағындырады. Арал теңізінің теріскей беткейінде олар Хуни, Уар және Огорлар тайпаларының қарсылығына ұшырайды. Тек 558 жылы ғана бұл тайпаларды талқандап, ал бағынғылары келмегендерін Еділге дейін қуып тастайды. Жайық өңіріндегі даланы өзіне бағындырған соң жорығын тоқтатады. Сөйтіп Істемі қағанның батысқа жорығы осылайша аяқталады. Қағандық ғұн империясынан көлемі жағынан ғана емес, экономикасы жағынан да күшті болды. Ол Қытай мен Еуропаның арасында жатқан жібек жолына бақылау орнатты. Түріктер шығыс шекарада белсенді әрекет ете жүріп, батысқа жорықтар жасайды. Істемі қаған мен оның баласы Қарашор түрік билігімен түріктер батыста зор жеңістерге жетеді. Бірінші кезекте мәмілегерлік жетістіктерге қол жеткізеді. Істемі Сасанилік Иранмен одақ құрады. Сасанилік Иранның патшасы Хосров түрік ханшайымын әйелдікке алады. Осылайша түрік қағанаты мен Иранның арасында достық қарым-қатынас орнайды. Екі мемлекет Эфталит қағандығына қарсы бірігуге шешім қабылдайды. Эфталиттер қағанның Парсы шахымен жасаған қарым-қатынасына кедергі жасамақ болып, Соғдияна арқылы өтіп бара жатқан түрік елшілерін өлтіреді. Тек біреу ғана қашып құтылып, Істемі қағанға болған оқиғаны айтып барады.
эфталиттерге 562 жылы алдымен парсылар соққы береді. 565 жылы түріктер эфталиттердің әскерін талқандап, жерлерін Иранмен бөлісіп алады. Иран Бактрияны, түріктер Соғдиананы иеленеді. Түріктердің Соғдиананы қосып алып, даламен біріктіріп жіберуі сауда-саттық үшін өте қолайлы болды. Сондықтан Соғды көпестері түрік хандарының адал бодандарына айналды. Сөйтіп, Орта Азия қағандықтың тұтас бөлшегі ретінде қалыптасты. Осы кезден бастап түріктер мен ирандықтардың арасында ортақ шекара пайда болды. Алғашқы кезде шекарада тыныштық сақталды. Істемі қаған Сасанилер патшасына Маниах бастаған соғдылық елшілер жібереді. Одан кейін 567 жылы Византиямен байланыс орната бастайды. 561 жылы Бэй-Джоу мен Вэй-Ци императорларынан Мұқан қағанға ханшаны айттырған елшілер келеді. Мұқан қаған Джоу империясымен бұрынғы одақтастық шартын сақтайды. 563 жылы Вэй-Ци мемлекетіне жорық жасайды. Бір жылдан соң жорықты тағы қайталайды. Бірақ одақтасы Бэй-Джоу әскері талқандалып, Мұқан қаған кері қайтуға мәжбүр болады. Алайда бұл сәтсіздікке қарамастан Мұқан қаған Вэй-Ци-мен одақ құру жөніндегі ұсынысты қабылдамай тастайды. Оның бір себебі, одақ жөніндегі шарт бойынша Джоу империясы түріктерге 100 мың тең жібек матасын беріп тұратын. 572 жылы Мұқан қаған қайтыс болып, таққа оның мұрагер інісі Тобо қаған отырады. Ол Джоу империясымен қатынасын үзбей, Ци империясымен де бітімге келеді. Түріктердің жорығынан қорыққан Ци империясы бітім салығын төлеймін деп бүкіл қазынасын сарқиды. Осылайша енді түріктер жібекті әскери көмегі және тіпті тәуелсіздігі үшін төлеп отырған Қытайдың Бэй-Джоу және Бэй-Ци патшалықтарынан алып отырды. 576 жылы джоулықтар Ци империясын ойсырата жеңіп, Циньянь қаласын басып алады. Түрік қағаны Бэй-Джоу тым күшейіп кетпеу үшін Ци империясына қолдау көрсетеді. 578 жылы Тобо қаған әскері Қытайға басып кіріп, Джоу әскерлерінің күл-талқанын шығарады. 579 жылы басталған келіссөздер тоқтатылып, соғыс әрекеттері жалғаса береді. Бұл орайда түріктер үнемі жеңістерге жетіп отырады. 580 жылы джоулықтар бейбіт келісімге қол жеткізді. Ежелгі жылнамалардың бірінде Тобо қаған Қытайды түпкілікті ойсыратуды ойлайды. Бірақ император сарайы түріктерге жыл сайын 100 мың метр жібек мата, тағы да басқа алым салық төлеп тұруға келіскендігі жазылған. Оның аумағының ұлғаюы көптеген реформаларды жүзеге асыруды талап етті. Солардың бірі бірнеше ірі иеліктер құру және қағандықты шығыс және батыс қағандық деп екіге бөлу еді. Түрік қағандығы көршілес елдерді жаулап, иелігін ұлғайтып отырды. Иран мен түрік қағандығының арасындағы соғыстың туындауына Істемі қағанды парсылық бағыттан Византиялыққа қарай көндірген Маниах елшілігінің әрекеті себеп болды. Бірақ Хосров патша тұсында ирандықтардың әскери қуаты өте күшті болды. Түріктер шешуші шайқасқа шыға алмады. Істемі қаған өлгеннен кейін оның ұлы Қарашор 576 жылы батыстағы жоғарғы билікпен Тардушхан лауазымын қабылдап, ең күшті басшылардың біріне айналды. Ол саяси жағдайды бағалай отырып, Иранмен достықтан бас тартты. Одан гөрі Византиямен қарым-қатынас орнатуды жөн көрді. Ол Иранға 584 жылы, одан кейін 588-590 жылдары жорықтар жасап, ақыры Тоқарстанды басып алды. Түрік қағанатының күшейгені соншалық, ол өз билігін Монғолияға, Түркістанға, Шығыс Түркістанның бір бөлігіне, Каспий теңізінің батыс жағалауына, Ауғанстанның солтүстігі мен шығысына жүргізіп, Үндістанға дейін жақындаған. 582 жылдан бастап шығыстағы архондық түріктер мен батыстағы 10 оқ арасында алауыздық пайда болды. Біртіндеп екі арадағы бәсекелестік қарулы қақтығыстарға жалғасты. Алғашында шығыс және батыс түріктер арасындағы алауыздық әулеттік бақталастық сипатында көрінді. 581 жылы Тобохан қайтыс болады. Ол өзінің орнына мұрагерлікке еншілік таспиқтық жүйенің мұрагерлік заңына сәйкес ағасы Мұқан ханның баласы Төремді қалдырады. Шешесінің қарадан шыққаны себепті оның түріктер арасындағы беделі төмен еді. Сондықтан ол тақты Әміраққа беруге мәжбүр болады.
Бірақ көп ұзамай ол тақтан бас тартып, билік Шетудің қолына көшеді. Шету ел күлік шат баға Шпархан лауазымын қабылдайды. Қытайлықтар оны Шабольо деп атады. Осылайша бірінші хан болып табылатын Шабольоның ордасы Өтөкен тауының етегінде орналасады. Екінші хан Қарашор түрік, оның ордасы Ақта тауының баурайында болған. Әмірақ үшінші хан болып есептелген. Оның ордасы аңшылық құратын сайын далада, Толы өзенінің жағасында орналасқан. Ал Төрем мемлекеттің теріскейдегі шет аймағынан еншілік және Абохан, яғни Аға хан лауазымын алады. Бұл 4 ірі ханнан басқа екінші дәрежелі хандар болған. Түрік қағандығы осылайша бөлшектенеді. Осылардың ішінде ең маңыздысы және үлкені Ұлы хандікі емес, Қарашордікі болды. Осы кезеңде Қытай елшісі Джан Сунь Шэнь хандардың арасына арастық отын тастайды. Джан Сунь Шэнь Шабольоны Абоханмен, одан кейін басқа да ұлыстық хандармен араздастырады. Бұл Суй императорының негізгі мақсаты болады. 583 жылы түріктер Қытайдан жеңіліс тапқан кезде Шабольо Қарашорды жазаламақшы болады. Бірақ басқа хандар Қарашорды қолдап шығып, Шабольоның тағы шайқала түседі. Осындай жағдайда Шабольо Суй империясының қол астына кіреді. Нәтижесінде қытайлықтар көтерілісшілерді талқандауға көмектеседі. 584 жылы Шабольо Қытаймен бітімге келіп, одақтасуды ұсынады. Осындай ұсыныспен Қарашордан да елшілік келеді. Осылайша Суй империясы үстем болып шыға келеді. Оның мұндай үстемдікке қол жеткізуіне батыс және шығыс түріктерінің арасындағы жауласушылық пен жібекке деген сұраныстың жоғары болуы әсер етті. Шабольо қағанның өлімінен кейін еншілік таспиқтық жүйенің мұрагерлік заңы бойынша тақта оның баласы емес, інісі Чолохоу иеленіп, ағасының саясатын ұстанады. Ол Суй империясымен келісім жасап, өзінің бұрынғы досы Абуханға қарсы шығады. Абухан талқандалып, қаза тапқаннан кейін батыс пен шығыс бөліктерінің арасындағы алауыздық күшейе түседі. 587-588 жылдары Чолохоу қаған батыстағы Қарашорға қарай аттанады. Шайқаста Чолохоу әскері талқандалып, өзі қаза табады. Шығыс пен батыс арасындағы соғыс 593 жылға дейін жалғасқан. Тақты иелену дәстүрі бойынша билік құрған Шабольоның баласы Юнь Юйлюй 593 жылы бейбітшілік жөніндегі келісімге келіп, екі мемлекетті қайта біріктіреді. Бірақ Қарашор бұрынғысынша батыс ұлыстың билеушісі болып қала берді. Түрік қағандығы 6 ғасырдың 90 жылдары іштей берік, ал сыртқы көршілеріне қаһарлы мемлекет саналды. Мұның өзі Суй империясына ұнай қоймады. Түріктер Қытайға пайданың көзі ретінде қараса, ал Қытай түрік қағандығын шекарасына төніп тұрған қатер деп білді. Қайтадан бір тұтас әрі қуатты мемлекет болғаннан кейін, түрік қағандығы Қытайдан сауда келісімдерін орындауды қатаң талап етті. Қытайлардың алдын ала жоспарлауы бойынша Джан Сунь Шэньнің әрекет етуімен түрік қағандығының ішінен 597 жылы қытайшылдар тобы құрылады. Осы кезеңде қағандықтың іс жүзіндегі билеушісі Тардуш қаған титулын иеленген Қарашор еді. Қытаймен арадағы қақтығыстың болмай қалмайтыны белгілі еді. Соғыс 598 жылы басталды. 2 жылға алма-кезек жеңістерден кейін 600 жылы түріктер шегінуге мәжбүр болды. 601 жылы Қарашор қайтадан Қытайға басып кірді. Осы кезде Джан Сунь Шэнь Телес тайпасын көтеріліске итермелеп, нәтижесінде телестер батыс түріктерді талқандады. Ал оның сенімді жақтасы Қытай алтынының қолдауымен өзіне қарсы шықты. Қарашор шығыста өзінің ұлысынан бөлініп қалғанда, шығыс түріктері оны қиын жағдайда тастап кетті. Қарашор Тогонға қашып, сонда тибеттіктер қолынан қаза тапты. Қытайлар ағайындас бауыры Жәңгірді таққа отырғызады. 604 жылы Жәңгір батыс түрік қағандығынан бір жолата бөлінген шығыс түрік қағандығының қағаны болады. Осы жылы батыс түрік қағандығы бір жолата құлдырайды. Қытайлар біртіндеп орталық Азияға өз ықпалын жүргізіп, ақырында түріктер толығымен олардың қол астына өтеді. 630 жылдан 681 жылға дейін Орхонда нағыз протекторат орнатылып,
қытайлар шығыс ұлыстарға мықтап орнығып алады.